термеде не деп айтады? Қарамай кетсең анаға, қаларсың босқа табаға. Әкенің көңілін қалдырған, баланың жолы болама. Ененің сағын сындырған, келіннің бағы жанама. Келінді кейін сорлатар, өзінен туған балада. Вай дейді. Психология ғой. Да, инсайт қой. Қарамай кетсең анаға, қаларсың босқа табаға дейді. Ене ана емес па? Ана ғой. Атаның сағын сындырған, баланың жолы болама дейді. Инсайт па? Инсайт. Ененің көңілін қалдырған, келіннің бағы жанама дейді. Келінді ертең сорлатар, ішінен шыққан балада дейді. Вот, психология деген осы. Біз бүгінгі өмірімізді ғана айтып, енемді жақтырмайым, кеткім келеді. Жаным, жастық шағың жалт етіп өтте шығады. Ертең ана үйіңе келген келін немереңнің тырнағына сені зарғып қойған кезде, балаңды көре алмай, енеңді көре алмай, ана келін алдың алып келген кезде, сол кезде тістейсің. Ол кезде уже поздно, не артқа қайта алмайсың, қайтадан енеңді сыйлайсың, енең уже өліп қалған, қаласың. Өз тырнақ жеу деп айтып жатырмыз ғой, тырнақ жегеннің көкесі сонда болады. Өзіңді өзің жеп қоясың іштей. Вот, достар. Үлкенге деген құрмет бұл психологияның атасы. Адамға деген құрмет бұл психологияның атасы. Адамға деген құрмет. Қайын сіңілі болсын.